Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге бір жұмыртқадан дайындалатын өте дәмді коржиктің рецебімен бөлісетін боламын. Шайға тез дайын болатын өте дәмді коржиктер. Ол үшін бізге осы заттар қажет. Описание бөлімінде толық жазып кететін боламын. Ең алдымен сүтті осындай ыдысымызға құямыз. Одан соң шекер саламыз. Одан кейін ыдысымызды отқа қойып, шекер ерігенше араластырып тұрамыз. Осылай толықтай шекер ерді. Енді оны оттан алып, оған сары майды қосамыз. Пышақпен осылай кесіп алсаңыздар тез ериді. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сары майда осылай толықтай еріді. Енді електен өткізіп, ұн және қопсытқыш саламыз. Одан кейін сұйық массамызды ұнға қосамыз. Кішкене араластырып жіберіп, бір жұмыртқаны шағып саламыз. Венчиктің көмегімен қолғап аламыз жұмыртқаны жақсылап. Бір шай қасық содаға кішкене уксус қосып, араластырып салып жібереміз. Оның орнына 2 қасық разрыхлитель қоссаңыздар да болады. Менде 1 қасық разрыхлитель болған соң, 2-ші қасықтың орнына ас содасын салып жібердім. Жақсылап араластырамыз. Одан соң пышақтың ұшымен ванилин саламыз. Салмасаңыздар да болады, тек дәм беру үшін салдым. Одан соң қолымызбен қамыр елейміз. Ұнның кішкене бөлігін алып қаламыз, себебі барлығын бірден салып жіберсе қатты болып қалуы мүмкін. Аз-аздан салып отырамыз ұнды. Одан соң үстелдің үстіне осылай ұнды сеуіп, қамырымызды жақсылап билеп аламыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Енді оқтаумен жаямыз. Қамырды өте жұқа қылып жаймаймыз. Осындай қалыңдықта шамамен 8 мм-дей қылып жаямыз. Кейін осындай формамен кесіп аламыз. Формасын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кессеңіздер болады. Осы арада пешімізді 200 градусқа қыздырып қоямыз. Одан соң шетіндегі ауысып қалған қамырларды қайтадан суала қылып шетке алып қоямыз. Пештің табасына пергамент қағазын төсеп, коржиктарды қойып шығамыз. Коржиктарымыздың бетіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Бетіне ештеңе жақпаса да болады. Мен әдемі болу үшін жұмыртқаны жағып шықтым. Осылай шанышқының көмегімен әдемілік үшін сызып шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пешімізге 10-12 минутқа салып қоямыз. Сол арада банағы қалған қамырды суалап
одан да коржықтарды жасап дайындап қоямыз. Алдыңғы коржықтарымыз піскенше. Он 12 минут өтті. Коржықтарымызды пештен аламыз. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Көріп тұрғаныңыздай, іштері де өте жақсы пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалған қамырларды да осылай пісіріп аламыз. Коржықтарымыз дайын болды. Өте әдемі, нәзік, сондай дәмді болып шығады. Шайға жасап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік.